Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ибрахим пайғамбар. Кейбір деректерде Ибрахим пайғамбар Ефрат өзеніне жақын жердегі Бабыл қаласында дүниеге келген делінеді. Ибрахим алейхиссалам әйгілі 5 ірі пайғамбарлардың бірі. Аллах Тағала Мәриям сүресінде ол жайлы кітапта Ибрахимді есің ал. Ол шыншыл пайғамбар еді дейді. Мәриям сүресі 41 аят. Хақ Тағала Ибрахим пайғамбарға алейхиссалам көптеген ерекшеліктерді нәсіп етті. Атап айтқанда көптеген пайғамбарлардың атасы, тақуалардың имамы, елшілердің құрмет тұтар ұстазы болды. Аллах Тағала оны елші мен хабаршы пайғамбарлардың арасынан таңдады. Оған Аллахтың досы деген ерекше мәртебе берді. Құранда оған Ысқақты, Жақыпты бердік және оның ұрпақтарына кітап, пайғамбарлықты нәсіп еттік. Һәм өзіне дүние сыйлығын бердік. Әрі ол ақыретте де салихалы жандардың бірі болады делінеді. Анкабут сүресі 27 аят. Ибрахимнің алейхиссалам мұншама қадірлі болуының өзіндік мәні бар. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сынақтың ең ауырына алдымен пайғамбарлар ұшырайды дейді. Ал Ибрахим алейхиссалам ең үлкен пайғамбар және пайғамбарлардың атасы болғандықтан, оған келген сынақты заңғар таулар да көтере алмайтындай ауыр еді. Ол өз өмірінде көптеген қиыншылықтарға душар болды. Бірақ осының бәріне сабырлық сақтай білді. Осалдыққа берілмеді. Өмірдегі ең үлкен сынағының бірі баласы Исмайылды құрбандыққа шалу жөніндегі аян еді. Ол осы сынақтан да сүрінбей өтіп, Раббысының құзырына шынайы құлшылығы мен иманының беріктігін көрсеткен болатын. Сондықтан Құранда Аллах Тағала Ибрахимді дос тұтты делінеді. Ниса сүресі 125 аят. Ибрахим пайғамбардың елі 3 түрлі пұтқа табынатын. Біріншісі сол елдің патшасы Нәмрүд еді. Ол өзін тәңір санаған қатыгез адам болатын. Байлығы мен малының қисабы жоқты. Халық қуаңшылыққа ұшырап, оларға азық-түлік таратар кезде алдымен сен біздің тәңірімізсің деген сөзді міндетті түрде айтқызатын. Задында оның өзін тәңір санауының себебі жаратқанның өзіне берген байлығын көтере алмағандығынан еді. Екіншісі көктегі жұлдыздарға, ай мен күнге табынатын. Үшіншісі жердегі өздері қолдан жасап алған жансыз пұттарға табынатын. Тіпті кейбір деректерде көктегі әрбір жұлдыз үшін бір пұт жасап, бұл пұттар көктегі жұлдыз тәңірлеріне баланып, олардан шапағат күтетін. Ибрахим алейхиссалам дүниеге келместен бұрын Нәмрүдқа сәуегейлер мен жұлдызға қарап бал ашатындар келіп, патшамыз, жұлдыздарға қарасақ осы жылы бір күтпеген оқиға болайын деп тұр. Осы бір жыл ішінде сенің еліңде бір бала дүниеге келеді. Ол бала халықтың дінін өзгертеді. Өзгертіп қана қоймай, сенің патшалығыңды да жермен жексен етеді. Бірақ ол баланың кімнің отбасынан шығатынын білмейміз. Сондықтан осы жылы туатын барлық ұл балаларды өлтіруге жарлық бер дейді. Өз сәуегейлеріне мүлткісіз сенетін, әрі тікелей өз басына қатысты мәселе болғандықтан, Нәмрүд дереу әр үйге бір күзетші қойып, ұл бала туылса өлтіріп тастауға бұйрық берді. Бұл маңда Азар есімді кісі өмір сүретін. Сол жылы оның әйелі жүкті еді. Бірақ оның жүктілігін ешкім байқамайтын. Патшаның бұл әрекетінен сескенген Азар әйелін алып Басра мен Куфа арасындағы бір ауылға жақын жердегі бір үңгірге жасырған болатын. Көп ұзамай ұл бала дүниеге келді. Ол Ибрахим пайғамбар еді. Кейбір деректерде Ибрахим пайғамбардың Мұхаррам айының 10-шы күні дүниеге келгендігі айтылады. Арада айлар жылжып өтіп жатты. Нәмрүдтің жүрегіндегі қорқынышы сейіліп, бірте-бірте бір кездері сәуегейлердің айтқаны сөздерін ұмыта бастады. Сөйтіп, ол бұл сәуегейлердің сандырағы деп түсініп, бұрынғы жарлығының күшін жойды. Ибрахим алейхиссалам 1 жасқа дейін үңгірді мекен етті. Бірақ сол кездің өзінде ол сырттай қарағанда 1 жастағы баладай емес, ересектерше мінез байқататын. Азар бір күні замандастарына келіп, менің бір балам бар, оны осы күнге дейін жасырып өсіріп келемін. Егер оны сыртқа шығарсам, Нәмрүдтің зияны тимей ме? Деп сұрап еді. Олар, жоқ, Нәмрүдтің оны ұмытқаны қай заман. Ол өзінің жеке басының шаруасымен әлек дейді. Осыдан кейін Азар Ибрахимді үңгірден үйіне ертіп әкеле жатқанда,
Қараңғы үңгірден өзге еш нәрсе көрмеген ұлы, жол бойы көзіне көрінген жанды жансыздың барлығының атын сұрап, әкесінің есін шығарды. Әкесі де оның сұрағына ерінбей жауап беріп келе жатты. Бір кезде үйіне жақындай бере Азар баласының мына бір сөзін естіп, жағасын ұстады. Бұл кезде бала, бұлардың сөзсіз бір жаратқаны бар ғой, деп күбірлеп келе жатқан еді. Азар пұт жасап, оны базарға апарып сатып күнелтетін. Ибрахим пайғамбар асық ойнайтын жасқа жеткен кезінде әкесі оған өзі жасаған бірнеше пұттарды базарға сатып келуді бұйырады. Бала әкесіне қарсы келе алмай амалсыз көнеді. Бірақ пұттарды құрметтемей, мойындарынан жіппен байлап базарға сүйреп барады. Жұрт жас баланың бұл қылығын ерсі қабылдайды. Олар болған жайтты дереу әкесіне хабарлап, жайлап түсіндіреді. Азар дереу базарға келіп, баласының қылығын көріп, төбесінен жай түскендей тұрып қалады. Ибрахим алейхиссалам пұттарды шетінен тізіп қойып, оларға ыдыспен су ұсынып жатты. Бірақ олар қозғала қоймады. Әрі-бері әбігерге түсіп, ішкізе алмаған соң, суды олардың төбесінен бір-ақ құяды. Әкесі оған ашуланып, «Балам, бұл не қылғаның?» дейді. Бала Ибрахим, «Әке, көрмейсіз бе? Пұттарға су беріп жатырмын» дейді. Әкесі одан сайын ашуға булығып, «Балам, олар су ішпейді ғой» дейді. Сонда бала Ибрахим, «Су іше алмайтын бұл неғылған тәңірлер» деп жауап берді. Бұл сөз ұтымды еді. Сөйтіп бұл жолы әкесін де, айналадағы жұртты да уәжге жықты. Алайда оны тыңдаған әкесі болмады. Осылайша жылдар зулап өтіп жатты. Ибрахим алейхиссалам ел жұртқа пұттардың түкке тұрғысыз екендігін дәлелдеп жүрді. Соңғы кездерде оған пайғамбарлық міндеті де жүктелген болатын. Халық Азарға баласының пұттарды мазақ етіп жүргенін айтып, ескерту жасай бастады. Әкесі баласын шақыртып алып, біраз насихат айтты. Айтқандарын үнсіз тыңдаған Ибрахим алейхиссалам осы мүмкіндікті пайдаланып, алғаш рет әкесін дінге ашық шақыра бастайды. Сол уақытта әкесіне, «Әкешім, естімейтін, көрмейтін, сондай-ақ өзіңізге ешбір пайдасы жоқ нәрсеге неге табынасыз? Әкешім, расында сізге келмеген ілім маған келді. Ендеше маған ілесіп, мен жүрген жолмен жүріңіз. Мен сізді тура жолға салайын». Мәриям сүресі 42-45 аяттар. Аяттарға зер сала қарасақ, Ибрахим алейхиссалам әкесін сіз қараңғылықта қалып, жол таппай адасқан жансыз деп кінәламайды. Қайта Хақ Тағаладан өзіне тура жол келгенін айтып, жұмсақ тілмен жеткізеді. Әрине әкесін тура жолға түсіңіз деп қыстамайды. Мен әкелген тура жолыма кірсеңіз, мен үшін де, сіз үшін де пайдалы деп жылы сөзбен жеткізеді. Аяттарда «Уа әкешім» деген сөз бірнеше мәрте қайталанады. Бұл бір жағынан Ибрахим пайғамбардың әкесіне деген құрметі болса, енді бір жағынан оның азаптан құтылуы үшін соншалықты жалынышты үні, әкесін тура жолға салуға деген асқан құштарлығының белгісі. Алайда Азар баласының айтқандарына құлақ аса қоймайды. Қайта насихат айтып, «Ей Ибрахим, сен тәңірлерімнен бет бұрасың ба? Егер мұндай қылығыңды қоймайтын болсаң, әрине сені тас боранның астына аламын. Әрі сен бұдан бұлай менен аулақ жүр», деп жауап берді. Мәриям сүресі 46 аят. Ибрахим пайғамбардың жүрегіне әкесінің мына сөзі инедей шаншылды. Қатты күйзеліп, жаны сыздаған ол әкесіне, «Әкешім, сөзіме құлақ салып бір сәт болсын ойланып көрмедіңіз бе? Сіз менің әкем болған соң қатты айта алмаймын. Ендігі жерде өмірден өтіп көз жұмғанға дейін Хақ Тағалаға қол жайып, дұға қылып, өзіңіздің тура жолға келуіңізді тілеймін. Мен ғаламзатты жаратқан ұлы жаратушыға ғана мойынсынып, соған ғана қол жайып дұға тілеймін. Сіз үшін Хақ Тағаладан кешірім тілеп, истиғфар етемін. Мүмкін ол менің дұғамды қабыл алып, күндердің күні иманға келерсіз», деп оған үміт үзбейтіндігін білдіреді. Хақ пайғамбардың алейхиссалам адам жүрегін тебірететін бұл сөзі, әсіресе кешірім тілеймін деуі әкесіне деген жанашырлығы мен иманға келсін деген көңіл қалауы ғана болатын. Ибрахим алейхиссалам сөзінде тұрып, әкесі көз жұмғанға дейін иманға келер деп үміттеніп, дұға етумен жүрді. Бірақ әкесі Азар өле-өлгенше пұт жасап, сол өзі жасаған пұттарға табынып, солар үшін жанын құрбан етуге қашан да әзір еді. Ол өлген кезде Хақ Тағала Ибрахим пайғамбарға оның кәпір күйінде кеткенін айтады. Осы сәттен соң Рахым пайғамбар әкесі үшін кешірім тілеуді,
дұға етуді тоқтатты. Бұл жайында Тәубе сүресінде Аллах Тағала Ибрахимнің әкесі үшін жарылқау тілеуі оған деген бір уағдадан аттап кете алмағандығынан ғана еді. Оған өз әкесінің Аллахтың дұшпаны екені белгілі болған кезде ол дереу одан безді. Расында Ибрахим қажырлы әрі жұмсақ мінезді еді. Тәубе сүресі 114 аят дейді. Пұттардың қиратылуы. Бабыл халқының жыл сайын жаппай қырға шығып ел болып тойлайтын мерекесі бар еді. Бұған еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін түгел қатысатын. Олар Хазірет Ибрахимге де бізбен бірге осы діни мерекемізге қатыс. Сол кезде біздегі сенімнің дұрыстығына көзің жетеді деді. Хақ пайғамбар жұлдыздарға қарап тұрып, мен науқаспын деп жауап береді. Бұны естіген халық Ибрахим жұлдыз тәңірлердің киесіне ұшырап, кесел тапты, тойымыздың шырқын бұзар, бәлесінен аулақ деген ойға барды. Сөйтті де оны жалғыз қалдырып кетті. Осы мүмкіндікті пайдаланған Ибрахим пайғамбар алейхиссалам ойындағысын жүзеге асырмақ болып, қолына балта ұстап пұтханаға беттейді. Қызметкерлеріне дейін мереке тойлауға кеткендіктен Ибрахим пайғамбар пұтханаға еркін кіреді. Хақ пайғамбар жансыз пұттарға астан ұсынып, ал ханеки дәм алыңдар деді. Аздан соң сендерге не болған өзі? Мүлдем тілден қалғансыңдар ма? Қане, бірдеңе десеңдерші, деп оларға шүйлікті. Бірақ бәрі де үнсіз. Пұтхананың іші толған тастан, ағаштан, немесе балшықтан жасалған жансыз мүсіндер. Кәдімгі шебер ұсталардың қолтаңбалары. Әу баста қалай қойылса, қазір де міз бақпаған күйде мелшиіп тұр. Пенденің өзі жасаған жансыз мүсіндері неліктен өзіне үстемдік етіп тәңір болуы керек? Бұл мүсіндер ұсталардың қолынан шыққан бұйым емес пе? Ендеше неліктен адамдар өз жасағандарына табынуы тиіс? Бәріне көз жүгірткен хақ пайғамбар уақыт оздырмай екі білегін сыбанып, қолына балтасын алып, өзі тұрған жердегі пұттан бастап қирата бастады. Пұттардың ең үлкенінен басқасының барлығын түгелде қиратып тастады. Пұтхананың төрінде қирамаған ең үлкен пұт қаңқ етер түкті байқамастың кейпін киіп мелшиіп тұр. Хазірет пайғамбар қолындағы балтасын оның мойнына ілді. Жолындағы қираған пұттардың сынықтарын басып жаншып пұтханадан шығып кетті. Ымырт үйірле құмарынан шыққанша сайраңдаған жұрт шат-шадыман кейіпте үйлеріне қайтып оралды. Осы кезде міндетін атқаруға оралған пұтхана қызметшісі табалдырықтан аттай бере, әлдебіреу бір шелек мұздай суды төбесінен құйып жібергенде болды. Себебі пұтханадағы пұттардың барлығы күл-талқан болып қирап жатқан еді. Өңі түсін айыра алмаған ол бір сәт сазарып тұрып қалды. Көз алдындағы қирап жатқан тәңірлерінің расында да быт-шыты шыққандығын аңғарды. Оның есін жиюына себепші төрдегі үлкен пұт еді. Ол оны кейіннен аңғарды. Төрдегі үлкен пұт мыналарды мен өлтірдім, алмаған не істей аласың, деп мойнына балта астына аттанып қарап тұрды. Есін жиған ол сыртқа теңселіп әрең шықты да жан даусымен айқай салмақ болды. Алайда даусы қарлығып шықты. Сосын ол өз көзіне өзі сенбей қайта ішке кірді. Барлығы бәз баяғысындай. Бұл жолы ол масқара, пұттар қирады деп бар даусымен айғайлады. Көп ұзамай дауысты естіген адамдар жан-жақтан пұтханаға жинала бастады. Әркім өзінше күбір-сыбырға көшті. Әдегенде бәрі де естерін жия алмады. Өйткені қысылғанда демейтін, мұңайғанда жебейтін, жалбарынса жүректегі бүкіл дертін емдейді деп ұққан тәңірлері табандарының астында қирап жатыр еді. Бір кезде біреуі даусын көтеріп, мұндай жауыздыққа қай жүрек жұтқан барып жүр? Біздің жарылқаушы пұттарымызды қалай ғана дәті барып қиратты екен деді. Сонда біреуі, мұндай басбұзарлыққа бір-ақ адам ғана бара алады. Ол Ибрахим деген жас жігіт деп жауап берді. Бұны қасындағылар да мақұлдады. Иә, адасқан елдің пұттары мен пұт саналы ойларын Хақ Тағаладан жіберілген елшілер ғана қирата алатын. Олар көп ұзамай Хазірет Ибрахимге адам жіберіп пұтханаға шақырды. Хақ пайғамбар пұтханаға кіргенде онда бір топ адамның жиналып өзін күтіп тұрғанын көрді. Пұттары қираған халық оған бір жағынан ашулы көзбен тесіліп қараса, екінші жағынан іштей қайда барады дейсің. Көп ұзамай мына пұттардың қарғысы тиеді деп өз-өздерін жұбатты. Тіпті кейбіреуі ойпырмай, мына пұттардың кесі бізді де ұрып жүрмесін деп абыржып қорқып та тұрды. Олар пайғамбарға қарап,
тәңірлерімізді сен қираттың ба деп сұрады. Хазірет Ибрахим: кім білсін, мүмкін әне бір үлкенірегі істеген шығар. Егер сөйлей алатын болса, пұттардың өздерінен сұраңдар деді. Олар осы кезде бір сәт жетелі сөзге жүгінгендей болды. Ибрахимді мойындап іштей, біз ең үлкен әділетсіздікке барып, өзімізге өзіміз қастық жасадық деп ойлады. Бірақ өздерін күпірлікке итермелеген азғын күш оларды қайтадан бұрынғы адасқан жолдың жиегіне жетеледі. Баяғы жартас, бір жартас, баяғы әніне басты. Олар Ибрахим пайғамбарға: бұлардың сөйлей алмайтындықтарын сен де жақсы білесің ғой. Сөйте тұра неге бізге бұлай сұрақ қойып тұрсың дейді. Осы кезде Ибрахим пайғамбар: сөздерің өте дұрыс. Ендеше сендер Аллах тағалаға бет бұрмай, зәредей пайдасы да, зияны да жоқ нәрсеге несіне табынып жүрсіңдер деді. Ашулы халық дереу оны тұтқындап Нәмрүтқа хабар салды. Нәмрүт пұттарға табынбайтын, жаңа бір сенім, жаңа бір дін әкелген бұл жас жігітті көргісі келді. Алдына келген Ибрахим пайғамбарға қарап: айтшы кәне, Раббың кім сенің? Сен сонда кімге бас иіп, кімге тағзым етесің деп сұрады. Пайғамбар: менің Раббым өмірде де, өлімді де беру құдіретіне ие. Мұндай құдірет тек соның ғана қолында деп жауап қайырды. Нәмрүт сонда: сол да сөз болып па? Өмір мен өлімді мен де бере алам. Егер сенің құдайыңның бар құдіреті осы болса, онда мені құдай дей бер. Сенбесең көрсетейін деді де, дереу зынданнан өлімге үкімі шығарылған екі адамды алдыртып, біреуін өлтіртті. Енді біреуіне кешірім етіп босатты. Сосын пайғамбарға бұрылып: міне, көрдің бе, біреуіне өлім, енді біреуіне өмір бердім. Ендеше Раббың менмін деп көкірегін қағып тағына жантая кетті. Нәмрүт Ибрахим пайғамбардың өлім мен өмір беру деген сөзінің астарын терең түсіне алмаған еді. Ол біреуді өлтіріп, енді біреуді тірі қалдыруына мәз болып, тәңірмін деп күпінді. Осы кезде Ибрахим пайғамбар: сөзсіз Аллах күнді шығыстан шығарады. Ал қанеки мықты болсаң, сен оны батыстан шығар деп еді. Ибрахимнен мұндай сөз күтпеген Нәмрүт жүні жығылып, сілейіп тұрып қалды. Әсіресе оның жанында ең қатты батқаны бұғанасы қатып, буыны қатаймаған бозбаланың дүйім елдің алдында тәңірмін деп даңғырлаған қуыс кеудесін бір ауыз сөзбен әп-сәтте қабыстырып тастағаны болды. Сөйтіп ине жұтқан иттей сүмірейді. Қара орман халқының алдында аузынан сөзі, қойнына бөзі төгіп, абыройы айрандай төгілді. Ұяттан жарылардай боп теңселіп әрең тұрды. Осылайша Хазірет пайғамбар елінің табынған үш түрлі құдайының өздері секілді жаратылған мақұлық екендігін дәлелдеп, әбден адасқандықтарын ұғындырды. Нәмрүт намысының тапталғанына қатты ызаланып, адамдарын шақырып, Ибрахимді қалай жазалау турасында ақылдасты. Ақырында былай деп шешті: жас жігітті алаулап жанған отқа лақтырып, өртеп өлтірмек болды. Сондықтан оған арнайы бір төбесі ашық ғимарат салып, оның іші отынмен толтырылып, сосын от қойылып, Ибрахим пайғамбар сол отқа лақтырылатын болды. Осылайша пұттарға қарсы келудің ақыры немен тынатынын өзгелері біліп жүрсін. Бұдан кейін ешкімде жаңа дін ойлап, оны халыққа жеткізбесін, ұрпаққа үлгі болсын деді. Олар осылай келісіп, ғимараттың іргетасы да қалана бастады. Кейбір дерек бойынша бұл ғимараттың ұзындығы 30 аршын, ені 20 аршын болған дейді. Ғимарат бітіп, ішіне отын толтырылып от қойылды. От ат шаптырым жерден алаулай көрінді. Хазірет Ибрахимді лақтыруға әзірлене бастады. Осы кезде уақи елшісі Жәбірейіл Хақ пайғамбардың қасына келді. Оған: Ибрахим, бір нәрсе қажет пе деп сұрады. Хақ пайғамбар сонда: жоқ, еш нәрсе қажеті жоқ деп жауап берді. Манжанық жебедей тартылып барып жіберілген кезде Ибрахим пайғамбар лаулап жатқан оттың ортасына күп етіп түсті. Бірақ осы кезде Хақ тағаланың әмірі мен көмегі қатар келіп: ей от, Ибрахимге салқын әрі қауіпсіз бол. Әнбия сүресі 69 аят деп жарлық айтты. Осы жарлық бойынша от Хазірет Ибрахимді ғажап рахатқа бөледі. Ибрахим пайғамбар осы оттың ішінде 7 күн жатты. Кейбір деректерде ол осы оттың ішіндегі өмірін меңзеп, жалған дүниеде ең тамаша күндерім сол оттың ішінде болған 7 күнім дегені айтылады. Хақ пайғамбардың оттан шығарылуы.
Хазірет Ибрахим отқа лақтырылған күннен кейін 7 күн өтті. Нәмрүд та оның халқы да осы 7 күн ішінде оны отқа жанып, әлдеқашан тозаңға айналып кетті деп ойлап, соның құрметіне ұлан асыр той жасап жатқан еді. 7 күннен соң от әбден сөнді ау дегенде, Нәмрүд патша халқымен бірге барлығы пайғамбардың күнін көргісі келді. Бірақ олар арыстанның апасына кіріп кеткенде естері шықты. Ибрахим алейхиссалам ештеңе болмағандай оттың ішінен шығып келе жатты. Олар осындай ғажап мұғжизаны көрсе де, көрмеске салып, өз жағдайларына кетті. Кейбір деректерде аз ғана адамның иман келтіргені айтылады. Ең соңғы рет жүрек жарды сөзін айтып ақиқатқа шақырды. Бәрібір кері кеткен халық оны теріс қабылдады, тіл тигізді, келемеждеді. Хақ пайғамбар осы күнге дейін елінен көп жапа шеккен еді. Өзіне иман келтірген аз ғана мұсылманның жағдайы да тым нашарлап кетті. Сол себепті оның хижрет етілуі туралы Хақ тағаладан уахи келді. Ол еліне, мен Раббымның маған әмір еткен жеріне кетемін. Раббым маған жол көрсетеді. Саффат сүресі 99 аят, деді. Нәмрүдтің өлімі. Хақ пайғамбар кеткен соң Нәмрүд есін жиып, тәубаға келудің орнына одан сайын есіріп алтын тақтың буына мастанды. Ол өзін мәңгі бақи осылай өмір сүре беремін деп ойлады. Бірақ бір күні аңдаусызда танау тесігіне шыбын кіріп кетеді. Бұл Хақ тағаланың әдейі жіберген шыбыны болатын. Нәмрүд дереу мұрнын біресе қағып, біресе шертіп, шыбынды шығармаққа тырысты. Шыбын мұрын қуысы арқылы миына жылжи бастады. Ол қыбырлап жүрген сайын Нәмрүд бақырып, аласұрып, жанын қоярға жер таппай қиналды. Осыдан кейін ол басын қабырғаға ұра бастады. Бірақ ол қанша жанталасқанымен ештеңе өнбеді. Осыдан кейін ол қызметшісіне дәл маңдайынан дәлдеп ұруға әмір етті. Алайда қызметшісінің оны ұруға батылы бармады. Нәмрүд ұр деп көзі шатынап айғайлағанда барып, оның маңдайынан жұдырықпен ұра бастады. Жан жағындағы уәзірлері мен отбасындағылар, емшілері шарасыз күйде ентелесіп тұрды. Осы шақта шыбын да бас қуысын кеулеп миына жетіп қалған еді. Миына жақындаған сайын Нәмрүдтің жаны көзіне көрінді. Жаны әбден қиналып, не істерін білмей абдырап, ол ақырында қызметшісіне темір шоқпармен ұр деді. Қызметшісі темір шоқпармен 1-2 мәрте ұрған кезде Нәмрүд жерге сылқ етіп құлайды. Тыпырлап жатып жан тапсырады. Осылайша көп жылдар бойы халқына өзін тәңірмін деп жар салып келген Нәмрүд бір шыбынға да шамасы келмей, жұрт алдында қауқарсыздығын көрсетіп, мүрдем кетті. Ибрахим пайғамбардың хижреті. Хақ пайғамбар әйелі Сара және інісінің баласы Лұтты ертіп, Шамға қоныс аударды. Олар Шам аймағындағы Харран қаласына табан тіреді. Ал Хазірет Лұт Харранға жақын маңдағы Садум еліне тартты. Көп ұзамай оған сол жерде пайғамбарлық та келген еді. Хазірет Ибрахим Харранда көп тұрақтаған жоқ. Ол Мысыр еліне баруға бел буды. Сол кезде Мысырда перғауындар билеп тұрған еді. Ибрахим пайғамбар заманындағы перғауын өте залым, айлакер болатын. Хақ пайғамбар Сарамен бірге қалаға кірген шақта перғауынға олардың келгені туралы хабар берілді. Хазірет Сара ажарлы еді. Нәпсіхұмар перғауын сұлу әйел көрсе болды өзіне тартып алатын. Ол Хазірет Ибрахимнен қасындағы әйелдің кім екенін сұрады. Хақ пайғамбар қарындасым деп жауап берді. Артынан Хазірет Сараға, мен оларға сені қарындасым деп таныстырдым. Менің бұл сөзімді жоққа шығарып жүрме. Расында біз дін тұрғысынан туыс бауыр саналамыз дейді. Хазірет Сара перғауынның алдына кіргенде, ол оның сұлулығына таңырқап көп телмірді. Сосын ол жаман ниетпен Сараға қолын созғанда, қолдары жансызданып, салақтады да қалды. Қанша тырысқанымен қолы икемге келмеді. Ол аз болғандай жаны мұрнының ұшына келді. Перғауын бұл сырдың Сараға тікелей қатысы барын сезді де, оған мен үшін Құдайыңа дұға ет. Егер де дұғаң қабыл болса, мен саған тиіспеймін деді. Хазірет Сара дұға еткен заматта қолы баяғы қалпына келді. Алайда перғауынды өне бойы түгел ұялаған шайтаны түрткілеп, ақыл есі кетіп, бағанағы әрекетін қайталады. Қолы тағы да жансызданып сіресіп қатып қалды. Жаны көзіне көрінді. Ол ұятты мүлдем ұмытып, Сарадан өзі үшін Хақ тағалаға тағы бір мәрте дұға етуін талап етті. Бұдан кейін маңына да жоламауға уәде берді. Хазірет Сараның дұға еткені сол еді, оның қолы икемге келді. Ол дереу күзетшісін шақырып, сендер маған адам емес шайтан алып келіпсіңдер. Мынаны дереу босатыңдар деп әмір етті.
оны құр қол жібермей ажар деген бір күңді тарту етті. Осы шақта Хазірет Ибрахим алейхиссалам намаз үстінде еді. Әйеліне бір жамандықтың келмеуі үшін Аллахтан дұға тілеп тұрды. Ол әйелін көрген кезде орнынан қозғалмастан бұл кім дегенде қолымен ишара көрсетті. Әйелі Аллах кәпірдің құрған тұзағына өзін түсіріп, ажарды маған қызметші етіп берді деп шүкірлік айтты. Хақ пайғамбар көп ұзамай әйелі Сара және күңі ажармен бірге Мысырдан Палестинаға көшіп, сол жерде қоныс тепті. Хазірет Сара жасы 70-тен асса да бала көтермеген еді. Ол бұдан кейін де перзент сүйе алмайтындығын түсініп, бірақ ерінің ұрпағы болуын армандады. Сол себепті еріне күңіне үйленуді ұсынды. Мүмкін содан ұлды болып, сол ұл мына қартайған шағында көмекшім болар деді. Хазірет пайғамбар оның сөзін жөн көріп, күңі ажарға үйленді. Хазірет ажар да жай күң емес, Мысыр елінің патшасының әйелі болатын. Бірақ Перғауынның әскерлері бір түнде шабуыл жасап, әлгі патшаны өлтіріп, әйелі ажарды күң етіп алғантығын. Хазірет ажардан көп ұзамай Исмайыл дүниеге келді. Осылайша Ибрахим пайғамбардың жасы 80-нің алтауынан асқан кезде ұлды болды. Хақ пайғамбар қуанышы қойнына сыймай Аллах тағалаға шүкір етті. Хазірет Сара да оның қуанышын бөлісті. Бірақ оның қуанышы ұзаққа созылмады. Ол баланы және оның анасын көрген сайын жүрегіне шіркін мен де ана болсам деген арман ұялай бастады. Осы бір арман тілек күннен күнге ұлғайып, жараға айналып, ақыры Ибрахимге бір күні сырын жайып салды. Ол ерінің өзге әйелден бала сүйген ешқандай қарсылығы жоқ екендігін, қайта қуанышқа ортақтығын, бірақ оларды көрген сайын өзінің де ана болғысы келетіндігін, алайда ана бола алмайтындығын ойлаған сайын жаны жай таппай, жүрегі сыздайтындығын айтты. Һәм оның бала туа алмауы Хақ тағаладан берілген бір сынақ еді. Егер ана мен бала көз алдында жүрсе, осыған сабырлық таныта алмай, сынақтан сүрінуі мүмкін еді. Сол себептен ана мен баланы өзінен ұзақ бір жерге апарып тастауын өтінді. Осы кезде Хақ тағаладан уақи келіп, әйелінің өтінішін орындауын бұйырды. Яғни бұл жердегі хикмет Хазірет Исмайылдың Меккеде өсуі тиіс болатын. Мінекей, Хазірет Сараның да өтініші осыған сәйкес келді. Хақ пайғамбар жас әйелі мен баласын Мекке төңірегіндегі тау-тастың қуысына әкеліп тастады. Айнала елсіз сахара, жерге қалтаң шықпайтын. Хазірет Ибрахим оларға бар жоғы бір қоржын құрма тастап, бір торсық су қалдырды. Ол кетіп бара жатқанда ажар ана да артынан қалмай, «Ибрахим, бізді қайда тастап кетіп бара жатсың? Мына елсіз тау-тастың арасында бала шағаңды шынымен ақ тастамақсың ба?» деп таңырқап сауал қояды. Хақ пайғамбар Аллах тағаланың әмірін қас-қалпында орындай алмай қаламын ба деп қорқып, артына бір рет болсын мойын бұрмайды. Сонда ажар дауыстап, әлде саған осылай істе деп Аллах тағала әмір етті ме дегенде ғана ол иә деп жауап берді. Сонда ғана Хазірет ажар кілт тоқтап, олай болса Аллах бізді қараусыз қалдырмайды деп артынан жәудірей қарап қалды. Мінекей бұл жерде пайғамбарға да оның әйеліне де жарасатын үлгі-өнеге бар. Пайғамбардың Хақ тағалаға деген иманның беріктігі сол, тіпті әйел бала шағасын елсіз, сусыз, құлан жортпас қу Медиан даласына тастап, артына бұрылмай кетіп бара жатса да, әйелі бұның Хақ тағаладан екендігін білген сәтте ерінің артынан жүгірмей тәуекел етіп қалып қойды. Хақ пайғамбар бала шағасынан бөлініп, сүт пісірім жерге жеткен соң тоқтап, Қағба жаққа қарап қолын жайып дұға етті. Ол Құранда былайша берілген: «Я Раббым, осы қаланы бейбіт қыл. Мені және ұлдарымды пұттарға табынушылардың қатарынан етпе». Ибрахим сүресі 35 аят. «Уа Раббым, ұрпақтарымның кейбірін егінсіз ойпатқа, құрметті үйіңнің жанына орналастырдым. Уа Раббымыз, олар намаз оқитын болсын, шүкір етсін десең, адамдардың көңілін оларға ауатын қыл. Оларды жемістеріңмен ризықтандыр». Ибрахим сүресі 37 аят. Назарларыңызға рахмет. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.